Сәлеметсіздер ме оқушылар, біздер бүгін ұбт-да келетін туындыға байланысты есептерді шығаратын боламыз. Соның біріншеуін қарастырайық. Бірінші есеп f от x ln тангенс 2x функциясы туындысыны x-тен π бөлінген 8 нүктесіндегі мәнін табыңыз дейді. Енді бұл функцияны шығаруда біз не істейміз? Туындысын тапқан кезде бірінші ln-нен туынды табамыз, одан кейін тангенстен, одан кейін барып 2x-тен туынды табамыз. Яғни туындыны 3 рет істейміз деген сөз. Енді ln x-ін жалпы туындысын есімізге түсірейік. Оның туындысы 1 бөлінген x болушы еді. Енді бізде x-тің орнына тангенс 2x тұрғасын, яғни біздің функциямыз қалай болады? f'(x)тен болады 1 бөлінген x-тің орнына тангенс 2x тұр. Одан кейін барып тангенс 2x-тен туынды табатын болса, ол 1 бөлінген косинус квадрат 2x болады. 2x-тен туынды табатын болсақ, ол бізде 2 болады. Әрмен қарай не істейміз? Жинақтайтын болсақ 2 алымына кетіп қалады. Бөлшектің бөлімінде тангенс 2x көбейтілген косинус квадрат 2x. Енді бұл жерде есептеуде тангенс 2x-ті жазсақ, оны былайша өрнектесек болады екен. 2 тангенс 2x-ті ол синус 2x бөлінген косинус x. Яғни синус пен косинустың қатынасы өзі тангенсті береді деген сөз, иә? Косинус квадрат 2x. Сол кезде мына косинустың квадраты мен косинус 2x жойылып кетеді. Яғни қалатыны бізде келесідей өрнек қалады. Тең болады 2 бөлінген синус 2x көбейтілген косинус 2x қалады деген сөз. Енді әр x-тің орнына π бөлінген 8-ді қою керекпін деген сөз. Яғни 2 мына жерде синус 2 көбейтілген π бөлінген 8 косинус π бөлінген 8 көбейтілген 2. 2-ні мына жаққа жаза қойын. Тең болады. Сол кезде мына 2 мен 8 қысқарып кетеді, 8 мен 2 қысқарып кетеді. Тек қана π бөлінген 4 қалады. Синус π бөлінген 4 пен косинус π бөлінген 4 оның мәндері бірдей. Екеуінде де түбір асты 2 бөлінген 2. Екеуін бір-біріне көбейтеміз деген сөз. Сол көбейтуінде не шығады? Бөлшектің алымында 2 тұра береді. Мына жерден түбір асты 2-ні түбір асты 2-ге көбейтесің бір-біріне. Онда 2 шығады. Ал 2-ні 2-ге өтсек 4 шығады. Әрмен қарай бізде 2-лер қысқарып кетеді. Немесе мына түсіну үшін былай жазсаңыздар да болады. Келесі былай жазайық. 2 бөлінген 4-тен 2. Сол кезде 2 көбейтілген орындары ауысып кетеді 2-ден 4 деп. Сол кезде 2-лер қысқарып кетеді, тек жауабы 4 шығады екен. Сонда жауап бізде Д нұсқасында. Есеп шықты. Келесі есеп бізде f от x ln x минус 2020 ln x плюс 2019. Бұл бізде күрделі функция, яғни функцияны функцияға бөлген. Бұл не ол деген сөз? Яғни бізде туындыны өткен адамдар біледі, u-ды v-ға бөлгендегі туынды. Ол бізде қалай? Яғни u-да v-да бір туынды. U-дан туын табасыздар, v-ға көбейтесіздер, азайтасыздар, u-ны тиіспейсіздер, v-дан туын табасыздар. Бөлшектің бөлімінде v квадрат болады. Сол кезде қараңдар, біздің функциямыз қалай болады екен? f'(x) тен болады. Бірінші v квадрат жазылсақ, ол бізде бөлшектің бөлімінде тұрған, ол ln x қосылған 2019-дың квадраты. Міне осындай жауап шығады. Енді мына жауаптардан қарап отырсақ, бізден бірден жауаптың е нұсқасы кетіп қалады екен. Қалғандары келіп қалуы мүмкін. Енді қалғандарын табайық. Енді не істейміз? Бірінші ln x минус 2020 дегенде бір функция қарастырамыз. ln x плюс 2019-ы бір функция ретінде қарастырамыз. Оны u және де v деп. Енді u-дың орнында ln x минус 2020 деген тұр. Яғни одан туын табатын болсақ, ln x-ның туындысы жаңағыны айтып кеттік 1 бөлінген x. Ал 2020-дан туын тапсақ, ол 0 болады. Әрмен қарай v-ны солай жазып қоямыз. ln x плюс 2019. Азайтылған бөлшекті сәл созайын. Мына жерден ln x плюс минус 2020-ны өзінің орнында жазып қоямыз. Мына жерде v деп тұр. Жазып қойдым. Енді v-ны жазсам, v штрихтан туын табу керекпін. Одан да 1 бөлінген x шығады екен. 2019-дан туынды шықпайды. Тең болады. 0-ге тең туындысы. Әрмен қарай жақшаның сыртына 1 бөлінген x-ті шығарып жіберетін болсам, жақшаның ішінде ln x плюс 2019 минус ln x және плюс 2020 деген шығады. Себебі мына минус пен мына минус бізде, мына минус пен мына минус бізде екеуі жақшаны ашқан кезде плюске айналып кетеді. Сол кезде ln x-тер жойылып кетеді, таңбалары әртүрлі бірдей сандар. Ал мына жерден астында ln x плюс 2019-ның квадраты қалады. Тең болады. Әрмен қарай жалғасақ, жинақтайтын болсақ, бөлшектің бөлімінде 1 бөлінген x және жақшаның ішінде 2000 көбейтілген 4039 деген сан шығады. Екеуін қоссақ. Әрмен қарай бөлшектің бөлімінде ln x плюс 2019-дың квадраты тұрады. Тең болады. Әрмен қарай 1 бөлінген x алдына астына түседі. Сонда 4039 бөлінген x көбейтілген жақшаның ішінде ln x плюс 2019-дың
квадраты шығады екен. Ондай жауап бізде так, С емес. Ол бізде В нұсқасында тұр екен. Жауап В нұсқасы болады. Келесі есеп. Так, y тең болады 5 синус пи бөлінген 3 минус 2x бөлінген 7 функциясына сәйкес барлық тұжырымдарды көрсетіңіз дейді. Бұл жерде де туынды табатын жерлері бар. Себебі мына жерден д жауабында және в жауабында туындылар тұр. Соған байланысты есебіміз туындыға байланысты болғандықтан осыны алып отырмық. Мына жерде период дегенді түсіндіріп кетейін. Мына жерде бірінші а нұсқасында, е нұсқасында период деген, яғни т деген период деген сөз. Синус пен косинуста периоды 2π-ға тең, яғни kt тең болады 2π. К деген x-тің қасында тұрған коэффициент. Бізде x-тің алдында қандай коэффициент тұр? 7-тен 2 деген коэффициент тұр. 7-тен 2 t тең болады 2π. Яғни т деген периодты табу үшін 2π-ді так 2 көбейтілген 7 қылу керекпін, 2-ден 7. Мынаған кері сан жазу керекпін, мына екінші жағына. Мына жағына. Сол кезде 2 мен 2 қысқарып кетеді, сонда біздің периодымыз 7π-ге тең екен. Сонда жауабы бізде е нұсқасында бар. Енді бар келесі туындыны іздеу керек. Туынды тапсақ қалай іздеймін? Y штрих тең болады 5 солай тұрады, себебі көбейтіліп тұр синусқа. Синустың туындысы ол косинус, жақшаның ішінде сан солай мен көшіріліп жазылады. Әрмен қарай x-тен туынды алу керексіздер, тағы да көбейтілген. Мына x-тен туынды тапсақ не болады? Минус 7-ден 2 болады. Оны туынды тапсақ, әрмен қарай бұны жинақтайтын болсақ, сол кезде минус 10 бөлінген 7 косинус пи бөлінген 3 минус 2x бөлінген 7. Сонда осында жауап бар ма? Ол жауап бізде В нұсқасында тұр екен. Сонда жауабы В е, және де мына жерде мәндер облысы мен анықтау облысын көрсеткен. Мәндер облысын көрейік. Синус пен косинустың мәндер облысы жалғыз өзі келетін болса, косинус пен синус онда 1-ді қойып тастаған. 1 мен минус 1-ді қойған ыңғайлы, яғни минус 1 мен 1-ді қойған ыңғайлы. Енді синустың орнына қоятын болсақ, 5 көбейтілген минус 1 болады. Бұл минус 5 шығады. Екіншісінде 1-ді қоятын болсақ, 5-ті 1-ге өтсек 5 шығады. Сонда жауабы G нұсқасы болады. Анықтау облысы минус пи мен пи емес. Сонда жауаптар В, Е және де G нұсқалар болады. f от x тең болады тангенс 2x функциясына сәйкес барлық тұжырымдарды көрсетіңіз. Яғни периоды берілген, одан кейін туындысы, одан кейін қандай функция екенін анықтау керек екен. Бірінші туындысынан бастайық. f' x тең болады, тангенсін туынды тапсақ, ол 1 бөлінген косинус квадрат x болады. X-тің орнында 2x тұр, көбейтілген. Енді 2x-тен туынды тапсақ, ол бізде 2-ні өзі болады. Жинақтайтын болсақ, 2 бөлінген косинус квадрат 2x шығады. Сонда ондай жауап бізде д нұсқасында тұр екен, Так, бірінші жауабын таптық. Енді келесі екінші туынды периодын тауып керек. Периоды жаңа мен синус пен косинусқа 2π болатын болса, бұлардың периоды тангенс пен котангенстікі тек қана π болады. X-ның алдында қандай сан тұр? 2 деген сан тұр, яғни 2t тең болады π. Т неге тең? π бөлінген 2-ге тең екен. Значит, жауабы А нұсқасында тұр екен. Үшінші, енді тақпа жұппа екен анықтау үшін былай жазайық. Тангенс 2x-ті жазып алайық. Енді бұл тангенс x қалай? Синус 2x бөлінген косинус 2x қой. Ал синус x бізде тақ, ал косинус x жұп. Ал жұпты таққа бөлетін болсаң, қайттан тақ шығады. Сонда біздің функциямыз тақ функция екен, g болады. Сонда біздің жауап А, D, G болады екен. Соңғы есеп, y тең болады ln котангенс 2x функциясы туындысын табыңыз. Қайттан ln берілген, бұны туындысын табатын болсақ, 1 бөлінген x деп айттық. 1 бөлінген, яғни котангенс 2x болады деген сөз. Енді барып котангенс x-тен туынды табу керекпін, тағы да 12 бізде минус 1 бөлінген синус квадрат 2x болады. Минусты мынан алдына шығарып жіберейін. Әрмен қарай 2x-тен туынды тапсақ, ол тек қана 2-нің өзі болады. Енді мынаны жинақтайтын болсақ, келесідей өрнек шығады. 2 алымына кетіп қалады. Котангенс 2x-тен синус квадрат 2x пен қысқаратын көрініп тұр. Ол бізде котангенс x косинус 2x бөлінген синус 2x деген сөз. Синус квадрат 2x. Сол кезде квадрат мен синус 2x жойылып кетеді. Тек қана бізде қалатыны бөлшектің бөлімінде косинус 2x синус 2x 2 бөлшектің алымында тұрады. Енді бұндай өрнек бізде H нұсқасында тұр. Енді тағы да бір қызығы, бұл жерде бірінен жасырылған. Не ол? Енді біздер бөлшектің бөлімінде алымында 2 көбейтіп жүрсек қалай болады екен? Қайттан дұрыс жазып алайын. Так, енді мына жерде бөлшектің бөлімінде алымында 2 көбейтіп жүрсек, мына жерден минус 4 шығады. Астында 2 косинус 2x синус 2x деген шығады. Бұл бізде қандай өрнекте береді?
Ол бізде минус 4 бөлінген синус 4х-ның формуласы деген сөз. Яғни жауап тағы да сын нұсқасында жасырылған деген сөз. Яғни жауап С H болады. Жақсы, осымен есептеріміз аяқталды. Туындыға байланысты қандай есептерді тағы да көргілеріңіз келетін болса, онда комментарияға жаза кетіңіздер. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.